Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздердің назарларыңызға жаңа видео ұсынамын. Видеоны толықтай қарап, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Атаулар туралы 3 сұрақ. Мұғалім сабақ барысында жаңа тақырып бойынша 3 терминді тақтаға жазып, оқушыларға осы атауларға қатысты мынандай сұрақтарға жазбаша жауап беруді тапсырады. Бірінші сұрақ: қайда? Бұл терминдерді сіз бұрынырақта қайда және қандай мағынада кездестіріп едіңіз? Екінші сұрақ: қалай? Өз тәжірибеңізбен осы атауларды қолданудың мысалдарын келтіре аласыз ба? Үшінші сұрақ: қандай? Осы сабақта бұл атаулар қандай қолданыста болады деп ойлайсыз? Әдеттегідей бұл жұмысты оқушылардың жеке, жұппен, шағын топ ішінде, ауызша немесе жазбаша орындатуына болады. Содан кейін мұғалім бірнеше оқушының пікірін тыңдайды. Мұғалімнің сұрақтарды шығармашылық тұрғысынан әр сабақта тақырыпқа байланысты өзгертіп отыруына болады. Келесі тәсіл баяндама тәсілі. Мұғалім оқушыларға таратқан мәтінін оқуға және оның мазмұнына сәйкес сурет салуға немесе сызба түрінде ұсынуға тапсырма береді. Оқушылар мәтінмен танысып, соның мазмұнына сай сурет пен сызба салып болғаннан кейін, өздерінің салған суреттерін немесе сызбасын өзінің оң жағында отырған оқушысына, яғни көршісіне береді. Енді әрқайсысы өз көршісінің ұсынған суреттерін немесе сызбаларын қолдана отырып, осы оқылған мәтін бойынша баяндама жасайды. Баяндама мазмұнын неғұрлым кең ашып, оны қорғап, ең жақсы өрнекті ұсынған оқушы жеңімпаз атанады. Келесі тәсіл айналмалы бекеттер деп аталады. Оқушыларды шағын топтарға бөлеміз. Әр топ орналасқан орынды бекет деп атаймыз. Сол бекетке, әр бекетте орналасқан топқа арнайы сұрақтарды талқылауға береміз. Олар сол сұрақ бойынша ойларын қағазға түсіреді, немесе тақтаға жазады. Бұл аралықта осы жұмысқа 10 минут уақыт беріледі. 10 минут уақыт аяқталғаннан кейін бір топ екінші бекетке, келесі топ келесі бекетке ауысып отырады. Әрбір 10 минут сайын осындай ауысу жүзеге асады. Әр топ барлық позицияларда болып шыққанға және барлық топтардың ойларын ойлап шыққанға дейін жалғаса береді. Назарларыңызға рахмет. Егер айтылған ақпарат сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелмесеңіздер каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.